яғни акция бағасының ізін қайдан көре аламыз деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, мінекей биржалық кесте болады. Өзі сауда жасау терминалында, оны биржалық кесте деп атайды. Мінекей үш түрлісі тұр, мысалға ақ түсте, қара түсте қоюға болады. В основном трейдерлер көбінесе қара түсте жұмыс жасайды, көзді ауыртпау үшін. Баптаулар бойынша өзіңізге қалай ыңғайлы, солай графикті жасап қойса болады. Яғни орысша график деп айтылады, ағылшын тілінде чат деп айтылады. Бұған қазір жеке-жеке қарап шығатын болсақ, мысалға мына жерде балауыз шам графигі дейді. Свечной график немесе candle чат дейді, candle чат. Мінекей мына шам сияқты болып тұр, кәдімгі балауыз шам сияқты болып тұр. Сол үшін бұны шам, балауыз шам деп атайды, свечной график дейді. Бұл графикте не көре аламыз? Графиктің төменгі жағы белгілі бір уақытты көрсетеді. Мына жоғары жағы осы акцияның бағасы. Яғни мынау тұрған шамдар бұл акцияның жүріп өткен ізі, бағасының ізі. Мына жерде келесі графикте бар графикі дейді. Яғни барный график немесе бар чарт. Сызықша тұр, мінекей, үш сызықшадан тұр. Мінекей, оң жақ, сол жақтағы сызықша, ортада үлкен сызықша, және оң жақта бір сызықша. Бұны бар графикі дейді. Мен өзім сауданы осы бар график арқылы жасаймын, өте ыңғайлы. Мінекей, бар іздері. Жаңағы мына свечной графиктің, баровый графиктің іздері, бағаның іздері, қалдырған іздері. Сол сияқты мына жерде уақыт, белгілі бір уақытты көрсетеді, және бағаны көрсетеді мына жерде. Келесі сызықтық график деп аталынады. Келесі графигіміз бұл линейный график, line chart. Тек қана линия, сызық ретінде көрсетіледі. Енді бұл сызықтық графикпен көбінесе трейдерлер жұмыс жасамайды. Көбінесе трейдерлер шам графигімен және бар графигімен жұмыс жасайды, сауда жасайды, былайша айтқанда. Келесі акция бағасы дейді. Акция бағасы мінекей жоғарғы баға деген болады, high price, мінекей H әрпімен тұр. Мінекей жоғарғы баға мынау барвый недегі, бұны көлеңке немесе құйрық деп те атайды бір трейдерлер, әртүрлі атайды. Төменгі баға low price, мінекей L әрпімен, төменгі бағасы, ең төменгі, мінекей $19.58 деп тұр. Бұл да міне көлеңке немесе мұрт деп айтады деген сияқты. Ашылу бағасы open price, мінекей ашылу бағасы $20 ашылған. Мінекей мына сызықшамыз баровый графикте барда, сол жақтағы сызықшамыз бағаның ашылуы дегенді білдіреді. $20 ашылған. Жабылу бағасы мінекей close price, $20.30 жабылған. Түсініктірек болу үшін қазір мен көрсетіп кетейін. Бұл бағаның өсуімен жабылған. Қазір мысал ретінде көрсетіп кетеміз. Мысал, мына жерде мынау баға ашылды, $20 ашылады. Ол $19.58 дейін төменге түсті. Одан кейін ары қарай жоғары кетеді. Ең жоғарғы бағасы $20.44 дейін барып, артқа қайтып барып, $20.30 жабылды деген сөз. Бұл баға мына жерде ашылды, мына жерде жабылды. Демек, өсумен жабылды деген сөз. Өсумен жабылған білдіреді. Мінекей, шамның ішінде енді әркімнің өзінің жаңағы баптауына байланысты. Көк немесе жасыл болуы мүмкін, өзіңіз баптау істей бересіз. Бұл көтерілген деген сөз, мінекей боялған. Бұл бағаның көтерілген. Мына жерде де көк, жасылмен өз баптау жасап алуға болады.
келесі енді мына жерде акция бағасының түсіп жабылуы. Мінекей. Түсіп жабылуына келетін болсақ, түсіп жабылуы. Яғни бұл жерде $20.30 ашылды. Мінекей баға, акцияның бағасы. Жоғарғы 20-44-ге дейін барып, қайтадан түсе бастады. Түсіп келеді дағы $19.70-ге дейін түсіп барып, қайтып көтеріліп $20 жабылған. Мінекей. Барда мінекей өте ыңғайлы көрсетілген. Сол жағымыз мінекей. Сол жағындағы таяқшамыз ашылуы, мынау жабылуы деген сөз. Мінекей. Баға ашылды $20.30-тен, ол көтеріліп жоғарғы $20.44-ге дейін барып, қайтадан түсе бастады деген сөз. Түсіп барып, $19.70-ге дейін түсіп барып, қайтып көтеріліп, бұл $20 жабылды деген сөз. Визуально жаңағыдай қарайтын болсақ, бұл жерде де түскен баға, мысалға, мына жерден ашылды, 20-30-дан 20-44-ге дейін барып, қайтадан баға төмен қарай түсіп барып, $19.70-ге дейін түсіп барып, бұл бар $20 жабылды. Мінекей. Мынау ашылуы, мынау жабылуы. Демек, бұл баға түсіп жабылды деген сөз. Мінекей. Визуально тәжірибе жүзінде осылай болады. Келесі ары қарай, келесі слайдқа өтетін болсақ, мына жерде свечной график деп қойған, балауыз шам графигі, немесе candle chart дейді. Мінекей осындай іздер қалдырады. Байқаған болсаңыздар, мына жерде екі шамның ортасы баға алшақтығы білініп тұр. Өте мынау жабылуы $685 жабылған, қымбат. Тесланың қазіргі бағасы бұл жоғары бағада. Мен ортасын көрсетіп тұрмын. Мына шамымыз бізде $685 жабылған деп тұр. Ал келесі шамымыз, келесі күндікі десек те болады. Бұл жерде күнге байланысты дневной график. Ашылуы $700 ашылған. Бұнда $15 алшақтықпен ашылып тұр. Осыны геп деп атайды. Бағаның алшақтығы. Бізде трейдинг саласында геп дегенді өте жаңағы мұқият жаңағы басшылыққа алуға қажет болады. Мына жерде де геп бар, мысалға. Мына жерде мысалға геп жоқ онша, қалай ашылды, жабылды, солай ашылып тұр мысалға деген сөз. Бағаның алшақтығы геп деп айтылады. Келесі слайдты қарайтын болсақ, бар графигі, барды график, бар чарт. Жаңағы графиктің бұл бар графигі. Бар ойда. Мына жерде гепті көріп тұрсыздар, бағаның алшақтығы. Мына жерде аса алшақты көрініп тұр. Міне алшақты көрініп тұр, геп. Бұл слайдта мен гепті көрсеткім келді. Сызықтық график деген болады. Тек қана сызықпен көрсетіледі. Бұл жерде бағаның жабылуы ғана сызықпен, әрбір нүкте қосылған бағаның ізі. Бұл тек қана жабылу бағалары көрсетілген бұл жерде. Жалпы бағанағы мен айтып кеткендей, бұл сызықтық графикпен трейдерлер сауда онша көп жасамайды. Келесі. Ал енді таймфрейм деген бар. Таймфрейм деген ол уақыт бөлігі, белгілі бір уақыт бөлігі деген білдіреді. Мына графикте қазір көрсетіліп тұр бір жылдық график. Мына жерден бастап өсіп түскені бір жылдық графигіміз бұл. Енді бұл әрбір шамымыз бар деп айтсақ та болады енді. Әрбір барымыз бір күндік барға теңеледі. Бір күндік шамдар мұнан бәрі. One year, one day деген бір жылдық график, бірақ бір күндік барлар. Әрбір таяқшамыз бізде бір күнді білдіреді. Әрбір шамымыз бір күнді білдіреді. Ерінбей санайтын болсаңыздар, 365 балауыз шам бар бұл жерде.
365 бар болады деген сөз. Бұл тайм фрейм деген белгі, бір уақыт белгі. Келесі, мына жерде тоже 1 жылдық, бірақ 1 апталық свечалар, шамдар. Мына 1 жылдық график, 52 бар графикте бар, шам бар бұл жерде. 52 бар. 52 апта деген сөз. Мінекей. 1 жыл, 1 апталық. One year and week. Week дегеніміз ол апта деген білдіреді. Келесі кезекте. Уақыт бөлігі, таймфрейм, бұл 1 күндік график. 1 күндік график. Әрбір барымыз 1 минутқа есептелінеді. Көп байқаған болсаңыздар. 780 бар бұл жерде. 780 минут деген сөз. Мінекей. Әр қайсысы мінекей осы менің акцияның іздері қалдырған. Мінекей. Мына жерде ең жоғарғы баға $716.97 болып тұр екен. Ең төменгі бағасы осы 1 күндегі, бұл 1 күндікті көрсетіп тұр. Low деген, мына high деген бағанағы өткеніміз. $702.64 болған. Осы күннің ішіндегі ең төменгі бағасы. Енді осы бағаны қазір шынайы сауда графигінде қарап көрейік. Мына жерде қазір мен сауда жасап отырғаным. Бұл 1 минуттық график. 1 минуттық график. Мінекей мынау қара түстен басталып, бүгінгі ашылғаны. Мінекей 7:30-да ашылған рынок. 7:30-да ашылып, менің өзім сауда жасау жоспарыма байланысты алдын ала жасалынған. Мына жерде мына сызығым тұр, мінекей. Бағаның іздері бұл, алдыңғы бағаның іздері. $23.26 сатып алуға болады деген мен өзім жоспар құрдым. Осы жерден бастап көтерілуі мүмкін деп. Мінекей $23.26 10 акция сатып алдым мына жерден. Сатып алдымдағы мына жерде осы 10 акцияның 5 акциясын $23.76 мен сатып жібердім жартысын. 50 цент табыспен бір акциядан 50 цент. Мінекей мынау не көрсетілді. 7-ден 57 минут кеткен кезде осы жерден сатып алғанмын. Мінекей сатып алғанмын. Келесі жаңа сабақ барысында келесі 5 дана акциям $1, әрбір акцияға $1 табыспен жабылды. Мінекей автоматты түрде өз жабылды. Жаңа мен сабақ жүргізіп жатқан уақытта сигнал келді, ол уақытта сол кезде жабылды. Мінекей мен жаңағы жүйем бойынша 50 центке келгенде жартысын сатып жіберу, ал қалған жартысын $1 көтерілгенде сатып жіберу еді. Ал байқаған болсаңыздар, қазір әлде де көтеріліп жатыр. Мінекей $1 15 центке көтерілді. Мінекей деген сияқты. Мінекей осы бағаның іздері. Мінекей 1 минуттық бағаның ізі. Әр қайсысы мінекей 1 минутта ашылып жабылған бағалар. Мына 4 бұрышты ұяшықты көріп тұрсыздар ғой. Мысалы, мына барды көрсететін болсам, мына минутта open деген тұр, $24.32 ашылған. Мінекей high дейді, $24.39 дейін барған. Мінекей low дейді, $24.32. Міне ашылған күйі ол түспеген екен баға, сразу жоғары қарай кеткен екен. Ал жабылған бағасы $24.38. Бұл жерде мына 1 минуттық барымыз 7 центпен 7 цент жүріп өткен. Мінекей осы сияқты мінекей сауда, бүгінгі мына сауда жасау нелерім. Мынау swing trading бойынша бұл біраз уақыт болған алынғанына. Мына жерде де мінекей байқаған болсаңыздар, мінекей қазіргі мен сауда жасау жоспарым бойынша 48.36 центтен сатып аламын деп жоспарлағанмын. Мінекей мына жерде сатып алынды. Қазір бағаның мінекей өсіп жатыр.
мына жерге мен стоп қойғанмын, сатылсын деп, автоматты түрде қазір мына жер 50 центке көтерілген кезде 5 данасы сатылады. 50 цент табыспен. Қалғаны ары қарай мына жерге 1 долларға дейін көтеріліп жатса, қалған 5 акциям 1 долларға көтерілген кезде жабылатын болады. Бұл 1 долларға бармауы да мүмкін, мен стопты қойып, мына жерге жылжытып қоямын да, деген сияқты. Оны алдыңғы сабақтарда айтып түсіндіретін боламыз. Бұл сауда жасау стратегиясы бойынша, системасы бойынша. Мінекей мына жерде стоп қойып қойған. Бүгінгі саудам тағы да. Мінекей жаңа сабақтың барысында да мінекей мына жерде 34 доллар 56 центтен сатып алдым. Өзім жоспарым бойынша, Так, бесеуі сатылды мінекей. Бесеуі сатылды. Енді қалғанына бесеуі 1 долларға тағы да өсуі де мүмкін, өспеуі де мүмкін, Мына қалған нені мен осы жерге 50 цент көтерілгенге дейін бағаны көтеріп қойсам болады. Егерде баға ары қарай тағы да 1 долларға дейін, мына жерге дейін жетпей құлайтын болса, мен бәрібір мына жерде 50 центтен табыспен шығады екен деген сияқты. Бұл енді бұл мәселелер бойынша әлі ертерек, жалпы бағаның ізін көрсеткім келді. Мінекей бағаның іздері осылай жүреді.